Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздермен жұмсақ әрі қатып кетпейтін бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеода көрсетілгендей жылы сүтке қант, тұз, сары май және ашытқы қосып араластырамыз. Осылайша бәрін араластырып болғаннан кейін біртіндеп ұнымызды саламыз. Ұнды видеода көрсетілгендей бәрін бірден емес, араластыра отыра біртіндеп саламыз. Қамырымыз қоюланғаннан кейін ары қарай қолмен араластырамыз. Қамырымызды араластырып болған соң шемекі майын қосып, жақсылап қамырды илеп шығамыз. Осындай біркелкі қолға жабыспайтындай болу керек. Қамырымыздың бетін осылай пищевой пленкамен жауып, 1 сағаттың көлемінде көтерілгенінше күтеміз. Көтерілгеннен кейін жайып бауырсақтарымызды жасаймыз. Мінекей мен осындай дөңгелек етіп жасадым. Қызып тұрған майда қуырып аламын. Бауырсақтарым осылай қып-қызыл болып пісіп шықты. Қараңыз, өте дәмді. Сіздер де үйден пісіріп көріңіздер.